Сәлем достар, бау-бақшамызда қалған көк қызанағымыздан салат дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін сәбіз, қызыл бұрыш, пияз қажет болады. Қызанағымызды әдемілеп, осылай қай емес, жуан емес, осылайша турап аламыз. Бәрін біркелкі етіп тураймыз. Қызанағымызды турап болғаннан кейін сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Балғар бұрышын осылайша осыншақ тураймыз. Пиязымызды турап алып, мен 10 қасықтай тұз салдым. Ас қасық тұз. Қызыл бұрыш, ащы. Осылай мен турап дайындап қойған болатым. Сол дайын тұрған ашты бұрышымды пайдаланып жатырмын. Мынау сарымсақты да турап дайындап қойғам. Содан бір кішкентай кубигін салдым. Укропты да турап дайындап қойған. Осыдан 3 қасықтай ас қасық укропымды салдым. 2 бокал майымызды құямыз. Барлығын қолмен араластырып аламыз. Құрметті көрермендер, сарымсақты арзан кезінде сатып алып, үстіндей турап дайындап қойсаңыздар, өте керемет, тамаша. Керек кезде пайдалана аласыздар. 2 ас қасық уксусымызды құямыз. Мен бұны енді отқа қоятын боламын. Отқа қойып жатып, мұны сахарым 2 бокал сахар салдым. Шекерімізді салып араластырамыз. Отқа қойып, бетін жауып, қойып қоямыз. Қазанымыз қайнады. Жақсылап бір 20 минут қайнатып аламыз. Қайнап дайын болған салатымды банкіге салып жабамын. Өте тамаша, керемет лавровый листімді салып бір араластырып, осылайша банкіге саламыз. Банкіге салып, жақсылап банкімізге салып алып, үстінен қалған суына құямыз. Әр банкіге бөліп қоюын салып, үстінен әрқайсысын осылай суын құйып, банкінің аузын бұрап жабамыз.